Сәлеметсіздер ме? 7 сынып алгебра 4 тоқсан БЖБ1 есебі. Бірінші нұсқа, екінші нұсқасында каналымда шығатын болады. Міндетті түрде өтіп көрсеңіздер болады. Ал ендеше бастайық. Бірінші есепті қысқартыңыздар дейді. А тапсырмасында А-ның кубы минус 2А-ның квадраты бөлімінде А-ның 4 дәрежесі. Бөлшекті қысқартуымыз керек. Бөлшекті қысқартатын кезде егер бізде айнымалылардың арасы плюс-минус болып жатса, біз жеке-жеке қысқарта алмаймыз. Сондықтан арасы көбейту болу керек. Ал енді бізде қараңыздар, алымында ортақ көбейткіш бар, иә? Жақшаның сыртына мен шығарам. Екеуінде де А-ның квадраты бар. Сонда жақша ішінде А қалады, минус 2 қалады. Ал енді бөлшектің бөлімінде А-ның 4 дәрежесі бар. Негіздері бірдей болғандықтан біз қысқартамыз, яғни А-ның квадраты мен мына жерде 4 дәреженің квадраты кетсе, 2 дәрежесі қалады. Сол кезде А-ның квадраты алымында А минус 2 деген жауабымыз шығады. Енді бұл есебін қараңыздар. Бұл есебінде 4х минус 16 бөлімінде х квадрат минус 16. Енді бұл жерде х квадрат минус 16 дегеніміз ол екі жақшаға жіктеледі. 16 дегеніміз ол 4-нің квадратына тең. Енді қараңыздар, бізде формуланы жаза кетейін. Мына жерде а квадрат минус в квадрат дегеніміз ол а минус в, а плюс в. А деп отырғанымыз х, в деп отырғанымыз 4 болып тұр. Сонда мен екі жақшаға жіктеймін. Х минус 4, х плюс 4 деп. Енді бөлшектің алымында 4 ортақ көбейткіш болып тұр. Жақшаның сыртына шығарамыз. Сол кезде х минус 4 қалады. Ал енді қысқартамыз. Яғни қараңыздар, х минус 4 теріміз қысқарады. Сонда бөлімінде х плюс 4 алымында 4 қалады екен. Келесі екінші есеп. Амалдарды орындаңыздар дейді. Бұндай жағдайда бөлшектің бөлімін ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Бірінші бөлшекте 3 бөлінген х қосылған 4х минус 3 бөлінген х минус 1. Ал енді осы жерде қараңыздар, бірінші бөлшекке х минус 1 жетпейді ортақ бөлім. Содан береміз х минус 1-дан, екінші бөлшекке х-тан береміз. Сол кезде біздің бөлшегіміз, мен бірден жаза кетсем, мына жерде бөлшектің бөлімі бірдей болған соң мен біреуін ғана жаза аламын. Х көбейтілген х минус 1. Енді қараңыздар, алыммен жұмыс жасаймыз. 3-ті х-ға көбейтеміз және минус 1-ге көбейтіп жазамыз. Сонда 3-ті х-ға көбейтсем 3х болады. 3-ге 1-ді көбейтетін болса минус 3 болады. Қосылған. Мына бөлшектің алды плюс болғандықтан екінші тұрған алымында таңбаларымыз өзгермейді. Сондықтан қараңыздар, х-ті мен 4х-ға көбейтем және х-ті 3-ге көбейтіп жазамын. Сонда бізде 4х квадрат минус 3х болады. Енді қараңыздар, 3х бізде қарама-қарсы таңбамен тұр. Сонда екеуі жойылып кетеді. Бөлшектің бөлімінде х минус 1 қалды, ал алымында 4х квадрат минус 3 қалды. Енді бұл есебін шығарайық. Бұл есебінде х бөлімінде х квадрат минус 4 минус 2 бөлінген х плюс 2. Жаңағы алдындағы есептегі формула сияқты 4 дегеніміз ол 2-нің квадраты. Және бізде жаңағы қысқаша көбейту формуласы бойынша мен екі жақшаға жіктеп жаза аламын. Солай жазайық. Х минус 2, х плюс 2-ден х деп. Минус 2 бөлінген х плюс 2. Енді ортақ бөлімге келтіреміз. Екінші бөлшекке қарап тұрсаңыздар, х плюс 2 екі бөлшекте де бар. Екінші бөлшекке х минус 2 жетпей тұр. Содан ортақ бөлімге береміз. Сол кезде бөлшектің бөлімі ортақ болғандықтан мен біреуін ғана беремін. Х минус 2, х плюс 2 деп біреуін ғана жазамын. Сонда алымында х минус 2-ні х-ға көбейтем 2х болады. Минус 2-ні минус 2-ге көбейтемін. Сонда плюс 4 болады. Сонда бөлшектің бөлімін х квадрат минус 4 деп қайтадан өзін жаза салайын. Және алымында 4 минус х қалады. Осымен екінші есепте аяқталды. Келесі үшінші есеп. Өрнектің мәнін табыңыздар дейді. Бізге мынадай алгебралық бөлшек берілген бөлумен. Егер х тең 2 болғандағы мәнін табуымыз керек. Алдымен х-тің орнына мән қоймас бұрын біз бөлшектерімізді амалдарымыз орындап алайық, ықшамдап алайық. Сонда х квадрат минус 10х қосылған 25
бөлімінде x квадрат минус 25 бөлу x квадрат минус 5x бөлімінде 4x плюс 20. Ал енді қараңыздар, бөлшектің араларында бөлу тұр. Бұндай жағдайда біз бөлшекті қысқарта алмаймыз, көбейтуге айналдыруымыз керек. Көбейтуге айналдырған кезде бірінші бөлшек өзгерісі жазылады. Сонда x квадрат минус 10x қосылған 25 бөлімінде x квадрат минус 25 көбейтілген. Енді екінші бөлшегіміздің алымы мен бөлімінің орнына ауысады. Сонда 4x плюс 20 алымға кетеді, x квадрат минус 5x бөліміне түседі. Ал енді осы жерден біз қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып, ықшамдап жазайық қысқартуға ыңғайлы. Бұндай жағдайда да біз қысқарта алмаймыз, арасы плюс минус болып тұр. Ал енді қараңыздар, бірінші бөлшектің алымында x квадрат минус 10x, мынау 10x деп отырғанымыз ол минус 2 көбейтілген 5 көбейтілген x деген сөз. 25 деп отырғанымыз ол 5-тің квадраты. Бізде формула бар, яғни a плюс a минус v-ның квадраты деген сол a-ның квадраты минус 2av қосылған v-ның квадраты. Дәл осы формулаға келіп тұр. Сонда менде a-ның орнында x тұр, v-ның орнында 5 тұр. Сонда минус 5-тің квадраты деп жазамын. А бөлшектің бөлімінде біз a квадрат минус v квадрат ол тең болады a минус v, a плюс v деген формуланы пайдаланамыз. Сол кезде бізде x минус 5, x плюс 5 деген шығады. Көбейтілген. Енді екінші бөлшекте ортақ көбейткіш ықшамсыздардан шығарады екенбіз. 4-ті шығаратын болсам, x қосылған 5 болады. Бөлшектің бөлімінен x-ті шығаратын болсам, x минус 5 болады. Ал енді қысқартуды орындайық. x плюс 5-тәріміз қысқарады. Және қараңыздар, бөлшектің бөлімінде x минус 5 көбейтілген x минус 5 екеуінде бір дәреже қосылатын болса квадрат болады. Сонда бөлшектің алымындағы квадратпен қысқарып кетеді. Сонда бізде қалады x-тан 4. Енді x-тің орнына мен 2-ні мәнін қоямын. Сонда 4 бөлінген 2 ол бізде 2-ге тең. Мінекей осындай жауабымыз шықты. Келесі, 4-ші есеп. a бөлінген v тең 2 екені белгілі болса, өрнектің мәнін табыңыздар дейді. Яғни бізде a бөлінген v тең 2. Енді бізге берілген есепті жазайық мына жерде. Бізге берілген өрнек ол 2v минус a бөлінген a. Мен мына жерде мынау бөлшектің бөлімінде тұрған a, ол жеке-жеке біз бөлшекті шашатын болсақ, біз былай жаза аламыз. a-дан 2v минус a-дан a деп мен екі бөлшек түрінде жаза аламын. Сол кезде a мен a қысқарады да, бізде қалады 2v бөлінген a минус 1. Енді қараңыздар, бізде v-дан a белгілі 2, бұдан біз былай жаза аламыз. a-дан v ол 2-ден 1 деп жаза аламыз. Мына жерге мен орнына мәнін қоям. Сол кезде бізде тең 2 көбейтілген a-дан v деген сол 2-ден 1-ге тең дедік, минус 1 дедік. Сол кезде 2 мен 2 қысқарады, 1-ден 1-ді азайтатын болсақ, ол 0-ге тең болады. Сонда берілген өрнектің мәні 0-ге тең болды. Осымен біздің есебіміз аяқталды. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы тжб тапсырмаларда шығатын болады.